Assalamualaikum, құрметті жақсылар. Бүгін біз полотноны қалай тарту керек, соны бірінші схема түрде көрсетіп алайық. Ең бірінші бізде кәдімгі квадрат, қарапайым бөлмелер. Төрт бұрышы бар. Бұл жерде наружный угол жоқ. Енді бұл жерде қалай тартамыз? Bir жағын іліп алдық. Мына жағын мысалы іліп алдық. Енді осы жағын аламыз да, міне полотно мына жерде тұр. Осыны мына жерді қыздырамыз. Қыздырып мына жағын ілеміз, ілдік. Мына жағын ілдік, Енді қалған екі угол бар. Бәрі қайсысын білсеңіз де. Полотноның мына жағын қыздырып, мына жағын ілдік. Одан кейін мына тұсты қыздырып, мына жағын ілеміз. Сонда біздің полотномыз бұлай тұр. Бұлай тұр. Мына осылай қалды. Енді қалған мына шеттерін соңынан қыздырып жаба береміз. Бұл тек квадратты ең оңай түрі. Енді біз кішкене күрделірек түрін алып көрейік. Мысалы, осындай жағдай болған кезде қалай істейміз? Бұл жағдайда бірінші очередте наружный угол бар. Наружный уголды бірінші тартуымыз керек. Бірінші осыған қарама-қарсы тұрған наума бір уголды салып аламыз. Одан кейін наружный уголды міндетті түрде бірінші осы жерді қыздырып, осы наружный уголды салып аламыз. Бұлай болады. Одан кейін барып қалған мына жаққа, мына жақ қыздырып, мына угол салып аласыз. Мына жақты қыздырып, мына угол салып аласыз. Мына жақты қыздырып, мына угол салып, сөйтіп осылай қалғандарында уголдарды салып аламыз, бұрыштарды. Болды, одан кейін қалған орталарын оп-оңай реттеп сала береміз, алма кезек. Енді тағы да бір одан да күрделірегін салып көрейік. Мысалы, мынандай болуы мүмкін, Осы болады шығар. Кейін бұл жерге қалай салуға болады? Бұл жерде мысалы қараңыз, бір бұрыштан бастаймыз. Бәрі мына жақ бола ма, жай мына жақтан басталып мысалы. Бірінші наружный угол, қараңыз. Мынау бола ма, бәрі бір бұрыштан бастап кетеміз, Мысалы, мына жақтан бастайық, мысалы, мына бір бұрышты ілеміз. Мына бұрышты ілдік. Осыдан мына жаққа тартамыз. Мына жақ бұрышты ілесақ болады сразу. Мына жақ полотнолар ұстап тұр. Енді одан кейін мына жақ полотноны ілеміз, мына жақ наружный уголды тартып тастаймыз. Осын наружный уголдар кезіккен бетте бірден сол жақтарды тартып тастау болады. Мына жақты тартамыз да, мына жақ наружный уголды тартып тастаймыз. Одан кейін мынадан мына жақ наружный уголды тартып тастаймыз. Наружный уголдарды бірінші тартып тастау керек. Осындан қарама-қарсы бір шахматный десек бола ма, не болмаса диагональ деп айтайықшы, диагоналінде көрдіңіз бе? Мына жақты тарттыңыз, мына жақ тартқаннан сразу мына уголды тартасыз міне. Одан кейін барып алыс тұрған, жақын тұрған наружный угол ғой. Бірінші жақын тұрған жер тартылады да, одан кейін барып алыстарды тартамыз. Қалған бұрыштарды артынан тарта бересіздер. Түсінікті болды. Енді тағы бір мысалы келтіре кетейін. Мына жаққа сайын. Мысалы, кейбір кездерде бір ұзын магазинде кезігеді. Мында жерінде столбылар болады. Мына жерде де қалай істейміз? Бір бұрышынан іліп алдық. Міне жақын қарама-қарсы диагональ тұрған наружный угол салып алдық. Содан кейін мына тұрған қарама-қарсы салып алдық. Қалған бұрыштарды салып отырасыз артынан. Только диагональ.
Мына угулду салып алдык, мына угул салып атабыз. Жол бою атака жасап отурасыздар. Мына угул менен өстүп жасап отурсаңыздар. Мына караңыздар. Мына өстүп бүтүп кетемиз, Вот. Примерно түшүндүңүздөр деген ойдамыз. Енді осыны видео ретінде шынайы қалай тартылу керек екенін көрсететін боламыз. Ең бірінші кіргізетін бұрыштың ең ұш жағын қыздырып жұмсақ қылып аламыз. Именно ең ұш жағын пушкаға жақындатып, жұмсақ болса тез жылдам кіру үшін. Жұмсарды. Енді оны багетімізге кіргіземіз. Бірінші бір жағын, одан кейін екінші жағын кіргізіп, мынандай бұрыштарына третья рука дейді, үшінші қол. Сондаймен іліп қойсаңыздар өте ыңғайлы, бір адамның ұстап тұрған жұмысын атқарып береді. Енді жәнегі бұрышқа қарама қарсы бұрышты қыздырып, ортасын қыздырған кезде диагональ бойынша қыздырасыздар да. Қарама қарсы бұрышты салатын боламыз. Енді екі бұрыш салып алғаннан кейін, енді наружный угулдар болса, соны бірінші салып аламыз. Наружный угулдар кішкентай болса, осылай екі бұрышты іліп алғаннан кейін сала берсеңіздер болады. Ал енді наружный угулдар үлкен болып, жаңағы бөлменің жартысына дейін келіп тұрған жағдай болса, бірінші очередте наружный угулды, қарама қарсы угулды, одан кейін наружный угулды істеген дұрысырақ болады. Сіздер басқа да әдістерін қолдансаңыздар, және де ол әдістеріңіз өте дұрыс болып жатса, өте ыңғайлы әдіс болып жатса, бізбен бөлісіп отырыңыздар. Енді ең соңғы бұрыш, кішкене начашкасы қаттылау болатын бұрыш. Бұрышын дұрыстап қыздырып алып, тартамыз, жақсылап тарту керек. Мынаны кеңіректеу алып қыздырасыздар, диагональ. Тек қана бұрышын ғана қыздырып көзе салу болмайды.
тек қана орталары қалды. Бұларды жеке-жеке қыздырып сала бересіздер. Енді осындай жеке-жеке қалған жерде қайсысы бірінші салсақ болады деген сұрақ болса, неғұрлым осал қабырғалар болса, мысалы гипсокартон, болмаса тағы да бір чұрып ұстайған жерлері осалдау жағдай болса, соны бірінші салып алған жөн болады. Бетон, ригельдердің бәрін кейінге қалдырсаңыз болады. Ол жақтары бетон болғандықтан мықты ұстап тұрады. Құрметті жақсылар, біздің каналымызға тіркеліп, қоңырау жаны басып, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жан-жаққа тарата жүріңіздер. Осындай қазақ тілінде ақпарат аз болғандықтан осындай видео түсіріп, білгенімізбен бөлісуді жөн көрдік. Сондықтан да сіздердің қолдауларыңызды күтеміз. Міндетті түрде группаларға, чаттарға таратып отырсаңыздар екен, қолдау көрсетсеңіздер екен. Алдын ала көп рахмет. Астындағы батырмаларды басу соншалықты қиын емес, сондықтан да басып жіберсеңіздер екен. Сіздердің әрбір басқан батырмаларыңыз біз үшін өте маңызды, өте еңбек. Сол үшін аямай басып жіберсеңіздер. Паузаны бас қойып тұрып, бір 3 секундыңызды арнап, кнопканы басыңыз. Пошкамыз осындай лаулап жанып тұр. Енді жабатын жерде ең соңғы жер ғана қалды. Осы жерін жапсақ, біздің жұмысымыз аяқталады. Мінекей потологымыз бітті. Енді көрсеңіздер, міне наружный бұл бәрі ешқандай машина ештеңе жоқ, теп-тегіс. Осылай жұмыс істелінеді. Ендігі ортасына кальций жабыстырып, тоғын шығарып беру керек. Бірінші метка қойып аламыз шығаратын жерімізді. Оны білесіздер, чұрып бірдеңе астына белгілеп кетесіздер. Осы жерге метка қойған жерімізге мына тұрған қара точка. Енді осы жерге кальций клейлеп жабыстырамыз. Кальцийіміз клейленді. Бірден кесіп тастамай, кішкене уақыт күту керек кебу үшін. Бір минуттай. Одан кейін уже кесуге кірісеміз. Кескен кезде де пышақты кальцийдан шығарып алмауға тырысу керек. Шығарып алсақ, полотномыздың басқа жерін кесіп кетуіміз әбден мүмкін. Сондықтан өте аккуратно кесіп, ішінен тоғымызды шығарып аламыз. Мінекей, осымен жұмысымыз біздің аяқталды. Ендігі біз полотноны қайта шешу туралы түсіндірсек, бұл кезде багеттің бүгілген жерінде кішкене қуыс қалады. Сол қуысқа осы ілмек бізімізді тағып, іліп алып, ақырындап
жыртып алмай шығарып аламыз. Кей кезде жыртылып қалған жағдайда клейлеп қайтадан орнына салуға болады. Мінекей осылай жыртып алмай ақырындап шешіп аламыз. Өстіп ұшын шығарған соң багеттің бойымен керек жеріңе дейін апарсаңыз болады. Жұмыс барысында осындай мызылған жерлер кездесіп тұрады. Бұндайды пушканың ыстығымен қыздарын қырасаңыз, ақырындап өзі жоғалып кетеді. Тағы бір кейінгі нюанстарға: полотноның ұшы кейде дұрыс кірмей қалатыны. Осындай кезде сол қолыңызбен полотноның ұшына апарып, саусағыңызбен итеріп, қайтадан дұрыстап запырайтып жіберсеңіздер, бұрышы әдемі болып шығады.